Сәлем қыздар, бүгін мен көксерке балығынан көктал жасадым. Дәмі деген керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Алдымен мариновка жасаймыз. Бізге лимонның суы қажет. Бір лимонды сығып, соғын шығарамыз. Дәнін алып тастаймыз. Бір қасық тұз саламыз. Паприка, чеснок және де бұрыш. Зәйтүн майынан құямыз. Жақсылап тұрып балығымызға жағып шығамыз. Балығымыз маринатталғанша көкөністерді турап тастайық. Жуаға майонез салып араластырамыз. Ал енді балығымызды протеинге саламыз. Үстіне жуамызды саламыз. Перецтерімізді саламыз. Сосын помидор саламыз. Әдемілеп майонез жағамыз. Қызып тұрған пешімізде 190 градусте 45 минут пісіреміз. Балығымыз пісерге жақын 10 минут қалғанда сыр себеміз. Сосын қайтадан духовкаға 10 минутқа қойып аламыз. Міне менің дайындаған көкталым дайын болды. Дәмі деген күшті болып шығады. Жұмсақ, балғын, тәп-тәтті. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыз. Рахмет. Ас болсын. Не жнять,